негізгі бөлікті осылай астына қойып, үстіне астар бөлікті бір-біріне оң беттестіреміз. Енді мойын ойнысын булавкамен қадап шығамыз. Иығындағы тігістерді бір-біріне тура келтіреміз. Енді мойын ойынысын тіккеннен кейін осылай растичка беріп шығамыз. Енді осыны ашамыз да подкатына 0,1 тігіс жүргіземіз, яғни отстрочка береміз. Тігісін сол подкат жаққа қаратып тігетін боламыз. Мойын ойынысын жақсылап үтіктеп алдық. Енді алдын біріктіретін боламыз. Осылай дәл видеодағыдай аударамыз да, осы көрсетілген жерді тігіп шығатын боламыз. Алдыңғы бойды 1 сантиметрге тіккеннен кейін 0,5 қиып алып тастаймыз. Себебі аударған кезде бізге талшына бермес үшін. Енді бұғанда подбордына 0,1 мм отстрочка беретін боламыз. Ішіндегі тігісін подборд жаққа қарай жатқызамыз. Осындай үшбұрыш жерлерді шипчикпен ақырын итеріп үшбұрыш қып шығарамыз. Енді астыңғы үшбұрышын тігетін боламыз. Бұны да 1 сантиметр тегемізден 0,5 алып қиып тастаймыз. Және 0,1 мм отстрочка береміз.
Енді дәл осылай екінші жағында тігіп шығатын боламыз. Алдыңғы бойда жақсылап үтіктейміз. Естіп екі жағында тігіп алдық. Енді келесі сабақта қолтық ойындысын тігеміз.